Қайырлы күн балалар, бүгін біздер 6 сыныптың 8 бөлімі 3-4 сабағымен жалғастырамыз. Адамның бір қызығы бала деген деп аталады тақырып. 3 тапсырмамен бастасақ, сөйлемдерден мезгіл үстеулерді тауып жаз дейді. Сонымен мезгіл үстеулері қызылмен белгіленген сөздер, өздеріңіз мұқият оқып шығып, тексеріп шығыңыздар. Мезгіл үстеуі қашаннан деген сұраққа жауап береді. Яғни іс әрекеттің қай мезгілде, қай уақытта болып жатқанын баяндайтын, сондай мағынаны білдіретін үстеудің түрлері. Мінекей қызылмен жазылғандардың барлығы осы мезгіл үстеулері. Сонымен жалғастырамыз. 4 тапсырма, мәтінді мәнерлеп оқы дейді. Мәнерлеп өздеріңіз шілдехана туралы мәтінді оқышасыздар деген ойдамын. Енді сұрақтарға келсек, мынау мәтіннің астындағы қойылған сұрақтар, сарымен жазылғанның барлығы, ақпен жазылғанның барлығы сұрақтардың жауабы. Соңғысы өте ұзақ жауап беріліпті, өйткені өзің белгілі бір салт туралы әңгімелеп беруің керек, өзің көрген бала өміріне қатысты. Сондықтан осы ақпаратты қолдансаңыздар болады. Мұнауда сол сұрақтардың жауабы жұпта топта талқылау керек. Пікірлерімен бөлісіңдер дейді. Сонымен ақпен жазылғанның барлығы сұрақтар, сарымен жазылғанның барлығы жауап. Балалар, жалғастырамыз. 5 тапсырма, төмендегі құттықтау хатты салыстырып оқы, стилін ажырат дейді. Жауабыңды дәлелде, кімге жазылған, кім жазған. Сонымен құттықтау хаттар туралы ақпарат мына жерге кішкене сіздерге бердім. Құттықтау хаттардың барлығы ресми стильге жатады, жазылады, бірақ бірінші, екінші құттықтау хаттың айырмашылығы бар екенін мына 2 абзацта түсіндіріп жаздым. Біріншіде әкім халыққа немесе бір басшы халыққа жолданған болуы мүмкін. Ал екінші құттықтау хатта ол сыныптастарының досына арналған құттықтау хаты болуы мүмкін. Енді екеуінің айырмашылығы осы 2 абзацта бөлініп жазылған, өздеріңіз мұқият оқып шығасыздар деген ойдамын. Өз қосарларыңыз болса, әрине ойларыңыз жазыңыздар. 6 тапсырма, кестедегі құттықтау сөздері қандай дәстүрде қолданылатынын жаз дейді. Мінекей белгілеп қойдым. Ешкімнің ала жібін аттамасын, бұл тұсау кесу, 30 омыртқаң жылдан бексін, бұл сармен белгіленген, 40-нан шығару, ат жалын тартып мінсін, бесік той, халықшыл болсын, бесік той, балаңыздың бауы берік болсын. Бұл шілдехана қырандай көреген болсын, бұл тұсау кесуде айтылатын пікірлер, жаңағы тілектер деген ойдамын. 7 тапсырма, оқылым мәтіндегі деректерді қолдана отырып, тұсау кесу рәсіміне арналған құттықтау хат жаз дейді. Құттықтау сөзде есімдіктер мен мезгіл үстеулерін ұтымды қолдан. Сонымен есімдіктер, сарымен жазылғанның барлығы есімдіктер, қызылмен жазылғандардың барлығы мезгіл үстеуі. Есімдіктер ол, жіктеу есімдігі сол, сілтеу есімдігі бар, күн толсын, бар, бұл жерде барлық деген, күллі деген мағына, жалпылау есімдігі әрбір, белгісіздік есімдігі және кім деген бұл сарымен жазылған. Сұрау есімдігі бәріңе, бұл да жалпылау есімдігі. Бүгін, ертеңі, үнемі дегеннің барлығы мезгіл үстеуі балалар. Сонымен мезгіл үстеуі қашаннан деген сұраққа жауап береді. Шатыстырып алмаңыздар үстеудің басқа түрлерімен. 8 тапсырма, төмендегі суреттер бойынша мезгіл үстеулерін қолдана отырып сөйлем құра дейді. Мен бұл жерде түсінген жоқ қанша сөйлем құрау керегін. Сондықтан енді сөйлем құра дегеннен кейін сөйлемдер емес, әрбіреуіне бір сөйлемнен жеткілікті деген ойдамын. Сонымен мінекей 3 сөйлем берілген, 3 жаңа суретке қатысты. Өздеріңіз басқа сөйлемдерді құрап жазсаңыздар да болады. Бұл тек қана үлгі ғана. Тоғызыншы тапсырма, сөйлемдерді оқып үстеулердің мағыналық түрлерін ажырат дейді. Ендеше осы мәтінде мінекей сарымен жазылғандардың барлығы үстеулер, осыларды теріп жазсаңыздар болады.
Сонымен 10-шы тапсырманы жалғастырамыз. Тұсау кесу жырын мәнерлеп оқып, ауызекі сөйлеу тіліне тән етістіктердің түрін ажыратып жаз дейді. Мінекей сармен жазылғандардың бәрі ауызекі стиліне жататын сөздер. Ауызекі стиліне жататын етістіктер деген сөз біз күнделікті өмірде ауызекі сөйлеу барысында тұрмыста қолданылатын сөздер, яғни қарапайым сөздер. Ешқандай әдеби стильге қатысы жоқ, көркем стильге қатысы жоқ. Сонымен мына сарымен жазылғандардың бәрі сол ауызекі сөйлеу тіліне тән етістіктер. Бірінші тапсырма қазақ халқының бала тәрбиесіне қатысты қалыптасқан сүндет той, тілашар, салт дәстүрлері бойынша пікір алмасыңдар дейді. Неліктен осы дәстүр қалыптасқан, қаншалықты оның маңызы бар деген ой тұрғысында сұхбат құрыңдар дейді. Сол сұхбат құру барысында сіздерге қажетті ақпаратты осы жерге жаздым. Біріншісі мынау сүндет тойға қатысты ақпарат. Және екінші деген санмен белгіленген бұл жерде тілашарға қатысты ақпарат, яғни тілашар тойына қатысты дүниелер жазылған. Тілашар тойын бүгінде әліппе тойы деп те атайды екен. Осы жерден барлық мәліметті алсаңыздар болады, балалар. 12-ші тапсырма төмендегі белгілермен тыңдалым оқылым мәтіндегі әр абзацты немесе сөйлемді белгіле дейді, өз ойыңды қорытындылап жаз. Мінекей балалар, сіздерге қайсы ақпарат бұрыннан білесіздер, қайсы сіздер үшін жаңа ақпарат болды, қайсымен келісе алмайсыздар, білгім келеді деген сұрақтарға қосымша ақпарат ұсындым. Егер бұл емес басқа дүниелерді жасам десеңіздер де өздеріңіз білесіздер, бұны үлгі ретінде пайдалансаңыздар болады. Балалар, сонымен каналға жазылыңыздар. Әр тапсырманың уақытында шығып тұрғанын бірінші болып жаңағы ақпарат алып отырасыздар, және сұрақтарыңыз болса міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.